Так, для тех, кто нас не знает, другим регионам, да, Бакаева Марам Миндыбаевна, заместитель директора, методический центр управления образования Кустанайской области. И со мной рядом модератором будет Нурмухамедова Айгуль Абдулловна, методист методического центра нашего. Құрметті әріптестер, өте қуаныштымыз. Это у нас такой первый опыт. Вы знаете, что у нас есть межрегиональный такой приказ, куда вошли 5 областей, и в рамках данного приказа, положения, да, одним из пунктов является обязательная трансляция опыта после учебно-методического совета областного и после Республиканского учебно-методического совета. То есть те педагоги, кто у нас планирует или аттестуется, или является мастерами, да, педагогами-мастерами, имеют право транслировать свой опыт. Могут исследователи транслировать. Кто-то хочет просто поделиться своим опытом. Не обязательно, что это должен быть педагог-мастер. У кого-то есть хорошие наработки, поделятся. Ну и думаю, что другие педагоги других регионов возьмут себе на заметку, будут использовать в учебном процессе своего региона. Я думаю, это очень хороший опыт, очень полезный опыт. И вот сегодня мы первую работу такую проведем. Сначала пару моментов, таких орг-моментов, уважаемые коллеги. Басында вы айтып кеткенбіз, да, мы проводим это, естественно, в онлайн-режиме. Примерно мы отводим на данное мероприятие 2 часа. Это у нас с 15:00 до 17:00, да, будет проводиться. Дальше. Участвуют в данном мероприятии педагоги Кустанайской, Ахмолинской, Павлодарской области и город Алматы. Значит, коллеги, регламент выступления до 7 минут. Огромная просьба ко всем. Это ваши авторские работы, это значимые ваши, это ваш продукт, скажем так, это ваше детище. Поэтому просьба такая огромная. Меньше воды, теории, говорим только практическую, хорошо, свою практическую направленность. В общем-то, как я всегда вот нашим педагогам говорю, вам нужно красиво продать свой продукт, поэтому презентуйте его. Сегодня у вас есть такая возможность. К примеру, Кустанайская область презентует свой какой-то проект, заинтересуется Павлодарская область, да, кто-то из педагогов, и возьмет себе в работу. Поэтому сегодня, пожалуйста, это хорошая реклама, возможность прорекламировать и продать свой товар. Вот простым языком говоря, это так. Теперь, коллеги, у меня огромная просьба, пожалуйста, все видео включите свои камеры. Мы должны видеть друг друга. И следующее. До завершения нашего ВКС, нашего зума, не выходить зума. Хорошо, коллеги? Выступили, давайте мы будем уважать друг друга. Выступили, сидим, ждем остальных педагогов, наших коллег, потому что материалы очень интересные. Мы вот изучили их, материалы достойные, чтобы транслировать на уровне республики. Поэтому обязательно нужно, чтобы до конца мы все друг друга прослушали. Значит, смотрите, мы сделали программу так, в разброс. Не только будет один регион, потом другой, по очереди, там Ахмолинская, Павлодарская, Кустанайская и так далее. Такую смесь сделали. Само название нашего сегодняшнего, скажем, такого встречи нашей «Синергия опыта. Трансляция педагогических практик в системе ТИПО». Так, до 7 минут, время не будем тянуть. Значит, смотрите, презентацию вы включаете сами. Мы сейчас вам дали, да, доступ. Презентацию включаете сами. Айгуль Абдулловна будет вам говорить, например, сейчас выступает, к примеру, Жунусова Хамбат Сагандыковна, подготовиться такому-то, такому-то педагогу. Хорошо? Будьте готовы, коллеги, чтобы не было вот таких у нас, занимать много времени. Так, что еще не сказала? Основные моменты. 17 человек нас соединялись, 15-16. Ну все, давайте тогда начнем. Первым у нас... Так,
Итак, первым начинает сегодняшнюю встречу Ахмолинская область, Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогик колледжі, Бегалин Болат Жанайдарович, преподаватель специальных дисциплин, педагог у нас исследователь. Материал у него будет, получается, УМС, учебно-методический совет, да, прошел? Учебно-методический совет прошел по работе Бейнелеу өнері негіздері оқу құралы, а сегодняшняя работа, выступление будет под названием «Композиция негіздері». Итак, Болат Жанайдарұлы, айта беріңіз, бастай беріңіз, сізге сөз. Презентацияны қосасыз ғой, да? Қалай қосып, демонстрация экрана, да? Да. Так. Рабочий стол, да? Коллеги, пока Болат Жанайдарович подключается, я хочу вам всем сказать, трансляция опыта уже подписана всеми регионами, руководителями метод-центров, и как только по завершению данного сегодняшнего мероприятия мы направим всем документ, пожалуйста, вы можете использовать в рамках своей аттестации. Хорошо? Так, все, презентация на курмиятымыз. Қалай қосып жүреді тағы да? Я что-то не қоса алмай жатырмыз қазір. Поделиться деген тұр астыңғы жағында, сол поделицаны нетсеңізші. Так. Қасында программист біреу жоқ па сіздің қасыңызда? Жоқ, мен үйден кіріп отырмын. А есть у нас его работа? Есть. Давайте қазір біз қосайық сіздің нені. Я сіздерге жіберген мен. Болат Жанайдарович, қазір біз қосамыз. Айгүл, отыра. Давайте. Я только в этот экран не вижу. Айгуль, звук отключил? Қосылды ма? Да? Все. Все, Болат Жанайдарович, көрініп тұр ма? Жоқ, что-то не шыққан жоқ. Презентацияны не видно? Вот она. Включаем. Енді? Я көрінді, енді шықты, бірақ басынан бастайын қазір. Все, бастай беріңіз. Келесі Бектемиров Иран Сунгатович. Дайындалып отырмыз. Павлодарский химико-механический колледж. Хорошо? Сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіз, хорошо. Мен Бегалин Болат Жанайдарович. Көкшетау Жанайдар Мусин атындағы Қазақ жоғары педагогикалық колледжінің бейнелеу өнері және оның әдістемесі пәнінің оқытушысы. 30 жылдай стажым бар осы колледж қабырғасында. Негізінен былтыр мен осы бейнелеу өнері негіздері атты оқу құралын шығарған болатын. Мұның ішінде барлығы осы 30 жылдағы балалармен жұмыстар және студенттерге берілген дәрістер мен практикалық жұмыстардың жаңағы көрсетілген, берілген ішінде. Енді осының ішіндегі бір тақырыпқа тоқталып керек отыр. Бұл композиция негіздері.
Жалпы композиция дегеніміз не? Бұл барлық өнер салаларына ортақ термин, иә? Қандай өнер саласын алсақ та, әдебиет, кино, театр, сурет, музыка, осының барлығыны, яғни композиция керек. Композиция латын тілінен аударғанда ойдан құрастыру немесе ойлап шығару дегенді мағына білдіреді. Мысалға, қандай да бір әдеби кітапты оқысақ, біз басында не суреттейді? Осы оқиғаның бастапқы дүниелері, яғни бала кезі немесе қоршаған ортаның суреттемесі ауызша, осының барлығы суреттеліп келіп, орта кезінде әдеби шығарманың біз оқиғаның шарықтау шегін көреміз. Соңғы жағында барлығы тиянақталып аяқталады. Міне осының өзі композиция. Мысалға, киноны көрсетсек, кинода біз ол басында көрмесек, ортасынан бастап көрсек, біз басын не болғанын білмейміз. Осы сияқты барлық өнер салаларының бірдей бейнелеу өнерінде де композиция керек. Енді композицияны балаларға түсіндіру үшін мынандай жаттығуларды көрсетеміз. 3 шеңбер бірдей. Бірақ та үшеуі 3 түрлі шаршының ішінде орналасқан. Яғни бірінші шаршыда шаршы кішкентай болыпты да, шеңбер үлкен болып тұр. Мысалға, кішкентай үйшіктің ішіне кірген адам сияқты, өзін тар, ыңғайсыз сезінеді. Екінші шаршыда сіздер көріп тұрғандай үлкен шаршының ішіне шеңбер кішкентай болып көрінді. Ол, яғни ыңғайсыздық, яғни үлкен зданияның ішінде адамның жалғыз тұрып қалғанын көрсетуге болады. Как нам превратить теорию в инструментальный ящик спасения? Как нам ответить на такой вызов? Мы разработали авторскую программу «Эмоциональная поддержка и профилактика буллинга в начальной школе», которая стала ответом на этот вызов. В ее основе лежит инновационный синтез психологии Дэниела Голмана и цифровой дидактики Алана Каррингтона. Учителя, педагоги уже, наверное, знакомы с этим дидактическим цифровым ресурсом Каррингтона, который, определенные цифровые платформы можно использовать студентам. И мы опираемся на 3 единства компетенций. Первое – это психофизиологическая саморегуляция. Мы предлагаем научить наших студентов дышать в стрессе, чтобы успокоить класс. Наши студенты осваивают технику минуты тишины и ведут эмоциональные дневники. Второе – это развитие эмпатии. Мы предполагаем, что можно научить наших студентов понимать мотивы агрессора и чувства жертвы через видеоанализ и моделирование диалогов. Для этого мы разработали с помощью искусственного интеллекта видеоролики и создали модели диалогов, когда студенты на практических занятиях просматривают эти видеоролики, анализируют их и моделируют, то есть проводят игры, где кто-то играет роль агрессора, кто-то жертвы, чтобы они проиграли и прочувствовали данные. Программа в учебном процессе. Курс включен в учебный план колледжа по специальности иностранный язык, в частности английский язык, и является обязательной частью профессионального модуля. Программа рассчитана на студентов 3-го курса педагогического колледжа по специальности иностранный язык. Ее концепция основана на дисциплине теоретическая грамматика и адаптирована к требованиям типовой учебной программы по специальности учитель иностранного языка. Современная подготовка педагогов требует глубокого понимания грамматической системы английского языка. Знание грамматических классов слов необходимо для формирования навыков чтения, письма, устной речи и аудирования. Для будущего учителя иностранного языка это не только часть профессиональной компетенции, но и основа эффективной организации учебного процесса. Программа акцентирует внимание на практическом применении знаний, использовании широкого спектра грамматического материала и развития критического мышления. Актуальность подтверждается практической направленностью содержания программы, использованием широкого спектра грамматического материала и акцентом на функциональном применении знаний педагогической деятельности, в частности, педагогической практики в школе. Программа сочетает в себе классическую теорию и современные методические подходы, ориентируясь на практическую педагогическую деятельность.
В нем предусмотрена оригинальная структура подачи материала, включены аспекты, Коллеги, мою презентацию видно? Видно и слышно хорошо. Мгм. Начинайте. Представляю вашему вниманию опыт реализации авторской программы «Алгебра для специальности строительного профиля» в контексте формирования математической компетенции студентов. В обучении студентов строительных специальностей математика занимает особое место. С одной стороны, это фундаментальная дисциплина, с другой – практический инструмент, без которого невозможно решение профессиональных задач. Именно поэтому важно выстроить обучение так, чтобы знания сразу находили применение в профессиональном контексте. Однако на практике возникает определенное противоречие. С одной стороны, требуется формирование функциональной математической грамотности, с другой, содержание курса часто остается оторванным от профессионального контекста. В результате студенты не видят практического смысла изучаемого материала, что напрямую влияет на мотивацию и качество усвоения, а также на готовность выпускника к профессиональной деятельности. Именно это противоречие и стало отправной точкой для разработки авторской программы, в основе которой лежит идея «математика должна изучаться через профессиональную деятельность». Цель авторской программы – формирование у студентов способности применять математические методы, национально значимой математической компетентности. Математика перестает быть абстрактной дисциплиной и становится инструментом анализа, моделирования и принятия решений в строительной сфере. Именно через интеграцию практикоориентированного подхода, цифровых технологий и проектной деятельности достигается главный результат – готовность студента применять математические знания в будущей профессиональной деятельности. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Олеся Викторовна. Коллеги, будут вопросы к Олесе Викторовне? Вот сегодня с Кустанайской области выступает несколько педагогов, Камбацагдыгна, Олеся Викторовна. Это наши звездочки, которые планируют у нас идти на педагога-мастера. Поэтому я вам желаю удачи, очень-очень рада, что у нас есть вот такие прям перспективные прям профессионалы своего дела. Спасибо большое, коллеги. Спасибо Дальше большое. Жмакова Гульзат Саматовна, пожалуйста, подготовиться. Ахметова Гульмира Хабатаевна, Павлодарская область. Сейчас у нас на экране город Астана, Алматы Көпсалалы колледжи. Гульзат Саматовна, Пославернес. Гульзат Саматовна у нас педагог-мастер. Тоже очень приятно посмотреть выступление коллег. Сіздер ме? Мгм. Көрінді ме? Көрнеді, айта беріңіз. Бастай беріңіз. Жұмака Гүлзат Саматовна, Алматы Көпсалалы колледжінің басқаруды құжаттамалы қамтамасыз ету және архивтану мамандығының арнайы пән оқытушысымын. Назарларыңызға сыни тұрғыдан ойлауды қалыптастыру, кәсіби құзыретті маман даярлаудың негізі тақырыбындағы авторлық бағдарламаны ұсынамын. Авторлық бағдарламаның өзектілігі. Мемлекеттік басқару саласында ақпарат көлемі көбейіп жатыр. Сондықтан құжаттану және архив ісі мамандарының жұмысы өте маңызды. Олар деректерді сақтайды және басқару жұмысын тиімді етеді. Қазіргі кезде мамандардан тек кәсіби білім мен біліктілік қана емес, сонымен қоса сыни тұрғыдан ойлау қабілеті талап етіледі. Олар ақпаратты тауып, дұрыс шешім қабылдай білуі керек. Сонымен қатар жаңа технологияларды қолдана алуы керек. Менің авторлық бағдарламам осыған байланысты әзірленген. Бұл бағдарлама сыни ойлау мен цифрлық сауаттылықты дамытады. Ол білім беру жүйесін жаңартуға бағытталған мемлекеттік құжаттарға сәйкес әзірленген. Бағдарлама цифрлық ортада жұмыс істей алатын мамандарды дайындауға көмектеседі. Олар электронды құжаттармен жұмыс істеп, ақпараттың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Бағдарламаны меңгеру нәтижесінде студенттер кәсіби тұрғыда дамиды. Олар өз бетінше ойлап, дұрыс шешім қабылдай алады. Сонымен қатар, еңбек нарығына бейімделген білікті маман болып қалыптасады. Бағдарламаның жаңашылдығы неде? Біріншіден, бағдарлама сыни ойлауды кәсіби бағытта дамытады. Студенттер құжаттарды талдайды, олардың дұрыстығын және өзектілігін бағалайды. Қателер мен қайшылықтарды анықтауды үйренеді.
Бағдарламада цифрлық құжаттармен жұмысқа ерекше мән беріледі. Электрондық деректерді талдау дағдыларын қалыптастырады. Бұл заманауи талаптарға сай маман даярлауға көмектеседі. Үшіншіден, оқытуда өзін өзі бағалау және ойлану дағдылары дамытылады. Бұл жұмыс сапасын жақсартады. Төртіншіден, сабақта нақты кейстер мен проблемалық жағдаяттар қолданылады. Студенттер қиын жағдайда шешім қабылдауды үйренеді. Сонымен қоса, оқу мазмұны әр студенттің деңгейіне қарай бейімделген. Бұл оқытудың тиімділігін арттырады. Бағдарламаның құрылымы мен мазмұнына тоқталатын болсам, бұл бағдарлама колледж компонентінің факультативтік курс немесе арнайы бағдарлама курсы ретінде ұсынылады. Бағдарлама басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету және архивтану мамандығына арналған 48 сағат 2 кредиттен тұрады, аптасына 2 рет өткізу ұсынылады. Бағдарлама 3 негізгі модульден құралған. Бірінші модульде білім алушылар сыни тұрғыдан ойлаудың негізін меңгереді, оның мәнін түсінеді және сыни ойлаудың түрлерін ажыратады. Екінші модуль сыни тұрғыдан ойлауды кәсіби қызметпен байланыстырады. Бұл жерде білім алушылар түрлі құжаттармен жұмыс жасайды, олардың дұрыстығын анықтауды, дәлел келтіруді, шешім қабылдауды және де архив құжаттарын мазмұнын сыни тұрғыдан бағалауды үйренеді. Нақты өмірлік кейстерді талдау арқылы, практикалық жағдаятты талдау арқылы өздерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамытады. Және де үшінші модульде олар мини жоба дайындайды, сол мини жобаны қорғайды. 16 теориялық және 32 практикалық сағат берілген. Күрделіліктері ескерілген, қандай болу керек екені. Бұл бағдарламаның нәтижесінде студенттеріміз сыни ойлауды үйренеді, ақпараттармен жұмыс істей алатын болады және кәсіби міндеттерді тиімді орындайды. Осы нәтижеге жету үшін бағдарлама барысында қазіргі заманауи технологиялармен жұмыс түрлері қолданылады. Олар мына жерде көрсетілген, қазіргі замандағы кеңінен қолданылып жүрген заманауи технологиялар, проблемалық, интерактивті, кейс әдісі, ынтымақтастық және портфолио деген сияқты жұмыс түрлері, дебат, миға шабуыл деген сияқты түрлі дәлел, тезис келтіруге байланысты жаттығулар, тағы да көптеген жұмыс түрлері беріледі. Бұл бағдарламаға қосымша мен нелерді ұсынып отырмын. Біріншіден, бұл жерде оқытуды ұйымдастыруға әдістемелік нұсқау ұсынып отырмын. Нұсқауда сыни тұрғыдан ойлау дегеніміз не? Ол технологияның құрылымы анықталып беріледі және технологияның 3 негізгі кезеңі қызығушылықты ояту, мағынаны ашу және ой толғаныс сияқты 3 кезеңде қандай әдістерді және қандай технологияларды қолдануға болатыны көрсетілген. Сонымен қоса мен бұл жерде осы ақпаратты талдауға, сыни тұрғыдан бағалауға арналған деңгейлік тапсырмалар мен ақыл ой карталары, менталдық карта дейді ғой қазіргі кезде, солардың үлгілерін салып отырмын. Қалай жасауға болатынын көріп, өздерінің мамандықтарына бағыттап жасап алуына болады кез келген оқытушыға. Мұнымен қоса арнайы сыни тұрғыдан ойлау технологиясына негізделген дайын бір сабақтың үлгісін көрсетіп отырмын. Ол сабақты мен Алматы қаласындағы орталық мемлекеттік ғылыми техникалық құжаттама архивімен бірлесіп, архивтің базасында өткізген болатынмын.
ол квест саяхат түрінде өткізілген. Әрбір кезеңдегі тапсырмалар, түсіндірмесі барлығы осы жерде берілген. Сонымен қоса, мына жерде айттым ғой, бағдарламада 48 сағат қарастырылған, 2 кредит деп. Сол 48 2 сағаттың толықтай сабақ жоспарларының жиынтығы барлық Бекзат Саматовна, регламент не забывайте, ладно? Кешіріңіз. құжаттылықтермен бірге ұсынылып отыр. Енді бұл бағдарлама апробациядан өткен, жақсы нәтижелер көрсетті. Білім алушылардың білім сапасы 11%-ға көтерілді. Мына жерде көптеген республикалық олимпиадада орын алған дипломдары көрсетілген. Енді қорытындымен жасайтын болсам, білім алушылар осы қорытындыға келетін болсам, авторлық бағдарламаны іске асыру барысында білім алушылардың білім сапасын артады, негізгі білім құзыреттіліктері қалыптасады және түлектердің саладағы кәсіби міндеттерін шешуге дайындауға ықпал етеді. Менің ұсыныстарым осы авторлық бағдарламаны факультатив ретінде оқу процесіне қолдану және кәсіби модульдерде осы технологияны қолдану және біліктілікті арттыру курстарында осы әдістемелікті ұсыну. Енді өз сөзімді түйіндейтін болсам, бүгінгі ұстаздың мұраты ізгілікті ту еткен, жатқа есесін бермес, халықтың ертеңін ойлайтын, білімді, қарымды, отан сүйгіш, табанды жас ұрпақты тәрбиелеу. Бұл әрине ұлы мұрат. Менің ұстаз ретіндегі мұратым осы деген сөзбен аяқтағым келеді. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Гүлзат Саматовна. Вопросы есть, коллеги? Если вопросов нет, то Гульмира Кабатаевна, можете презентацию включать и начинать свое выступление. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Естіліп тұр ма? Да, вас хорошо слышно. Презентация ашылды ма? Все видно, все слышно. Все хорошо. Жақсы, начинать. рахмет. Құрметті әріптестер, бүгін мен сіздер назарларыңызға өзімнің авторлық бағдарламамды ұсынғалы отырмын. Яғни колледж студенттерінің шет тілдік қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру тақырыбында авторлық бағдарламам негізінде өзімнің комплексное решение, переход от проблемы к действию. Наша работа включает в себя авторскую программу курса «Школа молодого педагога», которая включает в себя 11 часов практикоориентированных семинаров и методическое пособие из 59 страниц теории, шаблонов, чек-листов, заданий. Наша цель – сформировать у педагога... В свое время получила категорию педагог-мастер, и достойно ее эти годы подтверждает участник всех наших проектов. Спасибо большое, Галина Анатольевна. Так, Алия Ахмеджанна, Султанова Инам Кускабдуалиевна, это Кустанайский сельскохозяйственный колледж. Қазақ тілінде, да? Алия Ахмеджанна, қосыла беріңіз. И Бекзат Сактабергеновна, подготовьтесь. Город Алматы, да. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, менің баяндамам көрініп жатыр ма? Да, все видно, Алия Ахмеджанна. И слышно хорошо. Можете начинать. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, менің авторлық әдістемемнің тақырыбы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінде адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасының құндылықтарын кіріктіру әдістемесі. Қазіргі білім беру жүйесінің басты мақсаты жастарды тек... Алия Ахмеджанна, көп рахмет, үлкен рахмет. Уважаемые коллеги, чтобы было понятно, я буквально 2 слова добавлю, с вашего разрешения. Вообще у нас сельскохозяйственный колледж ведет огромную работу в данном направлении. Вот единая программа воспитания Адал Азамат, да, и у них это очень хорошо, на хорошем уровне поставлено, потому что Алия Ахмеджанна сама вошла в республиканскую группу, да, по Адал Азамат. И хотелось бы отметить, что
данное направление хорошо развито, и вы идете даже, знаете, немного с опережением, потому что вот в ГУСО через общеобразовательные дисциплины пройдет Адау Азамат, да, все ценности воспитания вот в этом году будут садиться в государственный общеобразовательный стандарт ТИПО. И вот здесь вот прям молодцы. Я думаю, ваша программа будет актуальна и в следующие годы, еще не раз будет востребована. Поэтому рахмет большой за работу. Дальше, коллеги, Пунтуарова Бекзат Сахтатбергеновна, это город Алмата, сіздіктеміз қазір, педагог-мастер, педагог с опытом большим, Алматы технологиялық колледжі. Содан кейін Уразова Шынар Сарсенбаевна, дайын отырыңыз, Костанайская область, Костанайский тоже сельскохозяйственный колледж. Вас не слышно. Бекзат Сахтатберген, естілмейді. Я включила звук. Здравствуйте, сәлеметсіздер ме? Экран көрініп тұр ма? Все көрініп тұр, естіліп тұр, бастай беріңіз, да? Аха. Бірінші слайд тұр ма? Маған что-то соңғы слайд көрсетіп тұр. Ой, камера. Так, вот вас. Да, почему-то этот не двигается. Да, вот что-то. Ендіше? Енді да, вот не, қосылды. Қосылды, да? Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Білім алушылардың пәнге деген қызығушылығын қалай арттыруға болады деген сұрақ әрбір педагогты мазалайтыны белгілі, иә. Қазіргі заман талабына сай білім беру саласында оқу сауаттылығының маңызы ерекше. Оқу сауаттылығы білім алушылардың ақпаратты түсіну, талдау, өмірде тиімді пайдалану қабілеттерін анықтайды. Бұл дағды әсіресе қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында ерекше орын алады. Көрініп тұр ғой. Оқу сауаттылығы адам баласының қоғам өміріне араласу үшін жазба мәтіндерді түсініп және оған рефлексия жасай білуін, оның мазмұнын өз мақсатына пайдалана алуын, білімі мен мүмкіндіктерін дамытуын білдіреді. Функционалдық сауаттылық оқу сауаттылығынан несімен ерекшеленеді? Әрине, бәріміз білетіндей, функционалдық сауаттылық алған теориялық білімді өмірде, яғни практикада қолдана білу. Енді мен сіздерге колледжде білім алушылардың мәтінмен жұмыс жасау дағдыларын дамыту өте маңызды және өзекті. Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында білім алушылардың оқу сауаттылығын анықтау үшін бірінші курс бойынша 62 білім алушыдан сауалнама алынды. Сауалнамада білім алушыларға оқу сауаттылығына қатысты сұрақтар қойылып, жауаптар алынды. Мысалы, білім алушылар мәтінді қаншалықты жылдам әрі түсініп оқиды. Білім алушылардың мәтіннің негізгі идеясын түсінулері мен оны талдау деңгейлері қандай? Мәтінмен жұмыс істеген кезде білім алушыларда қандай қиындықтар кездесті? Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, колледждің бірінші курс білім алушыларының оқу сауаттылығы деңгейі әртүрлі. Олардың көбі оқу барысында мәтіннің тек беткі мазмұнын ғана түсінетінін байқадық. Әсіресе әдеби шығармаларды талдауда, мәтіндердің терең мағынасын түсіну кезінде көптеген қиындықтар туындады. Білім алушылардың 62%-ында мәтіннің негізгі мазмұнын түсінуде қиындықтар туындағанын байқайтын болсақ, олардың 38%-ы әдеби шығармаларды талдауда терең мәндерге көңіл бөлмейтіндері байқалды. Бұл жағдайда көбінесе білім алушылар шығарманың беткі идеясын ғана қабылдап, автордың ойы мен мақсаттарын терең түсінуге тырыспайтыны белгілі болды.
Яғни мына жерде көріп тұрғандай, екінші диаграмманы да көрсетіп кетейін. Осы олқылықтарды жою мақсатында мен басқа да педагогтердің тапсырмаларын қолдандым. Нәтиже көргеннен кейін бағдарлама жазуды қолға алдым. Бағдарлама 34 сағаттан бірінші курс білім алушыларына арналған және 8 бөлімден тұрады. Бағдарлама бекітілгеннен кейін осы бағдарлама бойынша апробация жасалды. Апробация нәтижесінде білім алушылардың білім сапасының көтеруге әсер етті. Содан кейін қалалық деңгейде бекітілгеннен кейін румста бекітіп, бұл авторлық бағдарламамды қазір қолданыста жүр. Енді мен қазір сіздерге өзімнің бағдарламам туралы кішкене айтып кетейін, таныстырып өтейін. Бағдарлама 8 бөлімнен тұрады, және де қазір мен кішкене ғана 1-2 бөліміне тоқталып кетсем. Яғни бірінші бөлімде бұл кіріспе бөлімнен тұрды, оқу сауаттылығы дегеніміз не, мәтіннің түрлері деген тақырыптардан тұрды. Бұл жерде айта кететін болсақ, сіздер өздеріңіз білетіндей мәтіннің түрі тұтас мәтін, дискретті мәтін немесе тұтас емес мәтін, аралас мәтін, құрамдас мәтіндердің түрлеріне тоқталып, осы бойынша білім алушылармен жұмыстар жасалды. Енді мына жерде сол берілген мәтіндерден қысқаша көрсетіп отырмын. Мына жерде біз сіздерге мысалы көрсететін болсам, осы мәтін бойынша жұмыстар жүргізілді. Мәтіннің толық нұсқасын, мәтінді QR арқылы білім алушылар көріп, қарай алады, оқи алады және аудио түрінде тыңдай алады. Содан кейін осындай тапсырмалар беріледі. Екінші бөлімге тоқталып өтетін болсақ, екінші бөлімде мысалы 7-ші тақырып бойынша Абай Алтынсариннің бақша ағаштары әңгімесін алатын болсақ, дәл солай бұл жерде де QR арқылы кіріп білім алушылар таныса алады және бұл жерде мәтіннің мазмұнына жалпы шолу жасалынды. Мәтіннің мазмұнына жалпы шолу жасалғаннан кейін тест түрінде сұрақтар беріліп, білім алушылардан кері байланыс алынды. Және де бұл жерде өз ойыңызды осы мәтін бойынша 4-5 сөйлеммен жеткізіңіз. Не болмаса 5-ші тапсырмаға қарайтын болсақ, төре баласына бақша ағаштарының бейнесі арқылы нені ұғындырғысы келеді? Қалай ойлайсыз? Төренің ойымен келісуге болама деген сияқты білім алушылардан кері байланыс алып, өз ойларын, өз пікірлерін қабылдаймыз. Енді 3-ші бөлімге тоқтап кететін болсақ, бұл жерде сыни ойлау және ақпаратты талдау бөлімі деп алдық. Бұл жерде де мысалға аралас мәтін берілді. Мәтінмен танысқаннан кейін Алматы хайуанаттар бағының картасы беріліп, осы карта бойынша білім алушылардың сыни тұрғыдан ойландыратын сұрақтар беріліп, тапсырмалар берілді. Сонан кейін және де тест тапсырмасы ретінде де осындай тапсырмалар беріліп отырды. Келесі, енді мәтін формасына рефлексия жасау бөліміне тоқталатын болсақ, бұл жерде Несіпбек Айтұлының Бәйтерек поэмасынан үзінді берілді. Поэманың толық нұсқасын QR арқылы білім алушы танысып, оқып алғаннан кейін, бұл жерде білім алушыларға тапсырмалар берілді, яғни рефлексия жасауға тапсырмалар берді. Яғни Бәйтерек поэмасымен танысқаннан кейін, мына тірек сызбаны өз ойыңызбен толтырыңыз. Не болмаса, мына жерде Бәйтерек поэмасымен танысқаннан кейін өткен тарих туралы не айтылған, бүгінгі заманмен байланыстырыңыз деген сияқты тапсырмалар беріліп отырды. Енді мына жерде студенттермен істеліп жатқан жұмыстан кішкене ғана көрініс. Енді осы зерттеу барысында анықтаған мәселелерді шешу мақсатында өткізілген сабақтар өзінің оң нәтижесін берді. Білім алушылар берілген оқу сауаттылығын арттыруға арналған тапсырмаларды орындау кезінде мәтінмен жұмыс істей алып, мынадай нәтижелер көрсетті. Яғни жаңағы алынған топтар, мысалға 66-шы боп тобы бірінші жартыжылдық, бірінші семестр қорытындысы бойынша
70-8% болатын болса, екінші жартыжылдық біткеннен кейін 75-5%-ға көтерілген. 12 БХМК тобы 72-7%-дан 78%-ға көтерілген. 15 БТПП тобы 74-3%-дан 80%-ға көтерілгенін көруге болады. Яғни қорыта келгенде айтқым келгені, білім алушылар функционалдық оқу сауаттылығы тапсырмаларын орындау арқылы алған білімдерін шынайы өмірмен байланыстыруға, әртүрлі жағдайларда дұрыс шешім қабылдауға, шешім табуға, яғни өмірде қолдануға, пайдалануға дағдылана алады. Назарларыңызға рахмет. Рахмет сізге. Следующий выступающий у нас Шынар Сарсембаевна, Костанайская область. Готовы, да? Все запускается, да? Демонстрация экрана. И приготовится Наталья Сергеевна, Павлодарская область. Следующий выступающий будет у нас. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Сәлеметсіздер. Уразова Шынар Сарсембаевна, преподаватель физики Костанайской сельскохозяйственной